Қайырлы күн, қымбатты оқушылар, ата-аналар, ұстаздар және мектеп бітіруші түлектер. Бүгінгі күн Қасым Қатықбаев атындағы нөмірі 168 мектеп гимназиясында бақытты балалық шақтарын өткізіп, ұстаздар қауымының тәлім-тәрбиесін бойларына сіңіріп, білім нәрімен сусындап өскен оқушыларымыз болашаққа қадам басқалы тұр. Ендеше ашық тәрбие сағатын ашық деп жариялаймыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалсын. Алтын күн аспаны, алтыннан даласы, ерліктің дастаны, еліме қалашы, ежелден ермеген даңқыма шақты ғой, намысын бермеген қазаған мықты ғой. Қасым Қатықбаев атындағы нөмірі 168 мектеп гимназия директоры Тайкенов Манас Саяхатұлының 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесіне арналған құттықтауы. Құрметті оқушылар, ұстаздар, ата-аналар және биылғы мектеп бітіруші түлектер, баршаңызды бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мінекей, араға жыл салып, тағы бір оқу жылының аяқталуына куә болып отырмыз. Бүгінгі күн сіздер мен біздер үшін ерекше сәтке толы күн. Биылғы елімізде болып жатқан пандемияға байланысты 2020-2021 оқу жылында оқушыларымыз қашықтықтан білім алды. Осындай кезеңде бізге демеу болып, балаларға екі жақтан тәрбие беріп, білім алдырта білген ата-аналарға, жұмысты дұрыс ұйымдастыра білген ұжымдағы ұстаздар қауымына үлкен алғысымды білдіремін. Сонымен қатар, кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған біздің ұл қыздарымызды жүйрік уақыт түлеп етіп, ұярдан ұшырғалы отыр. Ұстаздар қауымынан білім алған біздің шәкірттеріміз осында өткізген оқушылық өміріндегі ұлағатты істердің ұшқынын бойына сіңірді. Тәліммен жүрегін суғарды, білім көкжиегін бойларына дарыта білді. Біз әр сәт, әр жыл сайын олардың бойындағы өміршең өзгерістерді байқап, олармен бірге қуандық, бірге мақтандық. 2020-2021 оқу жылында мектебімізді 834 оқушы аяқтады. Осы бір оқу жылы мектеп үшін толағай табыстарға толы жыл болды. Шәкірттеріміз республика, қала көлемінде түрлі байқауларға, спорттық жарыстарға қатысып, мектеп абыройын көтеріп, бірнеше жүлделі орындармен марапатталды. Атап айтсақ, спорттық Алматы бағдарламасының қолдауымен ұйымдастырылған «Спорт в одном квадрате» жобасы бойынша оқушыларды спортқа баулу мақсатында өткізілген онлайн жарыста мектебіміздің 3-ші сынып оқушылары белсене қатысып, оқу жылының алғашқы күндерін арнайы диплом медальдармен бастады. Ал 8-9 сынып оқушылар арасында өткен қалалық жасөспірімдер олимпиадасында биология пәні бойынша мектебіміздің оқушысы Қуандық қызы Диана 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Республикалық жарқын болашақ өнер орталығының ұйымдастыруымен 5-ші республикалық жарқын жұлдыз атты балалар өнер байқауында көркемсөз жанрында өнер көрсеткен үшін Нұрым Ахмет арнайы диплом иесі атанды.
Жас дарынды балалар орталығының ұйымдастыруымен Шексіз әлем фестивалінде қолөнер бағыты бойынша белсенділік көрсеткен Құдайбердиев Шамиль марапатталды. Дарынды оқушылардың жеке қабілетін дамыту, білімдерін тереңдету мақсатында өткізілген Ақбота интеллектуалды марафонда гимназияның атынан 52 оқушы қатысып жүлделі орындарға ие болды. Алматы қаласы білім басқармасының ұйымдастыруымен өткен ғылыми жобалар конкурстарында 3-ші дәрежелі дипломмен 10-шы сынып оқушысы Дайрабаева Назерке иеленді. Сонымен қатар арнайы құрмет грамотасымен 9-шы сынып оқушылары Бақберген Аяулым және Асанова Мадина марапатталды. Жетекшісі биология пәнінің мұғалімі Ешей Зульмира және қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Бәкенова Гүлмира. 6-шы халықаралық дарынды бала байқауында көркем сөз номинациясы бойынша 6-шы сынып оқушысы Кеңес Диана бас жүлдені иеленді. Экологиядан республикалық қашықтық олимпиадасында 9-шы сынып оқушысы Дәулетияр Балнұр және Мамбетова Назар 3-ші орын иегерлері атанды. Тәуелсіздік маңдайдағы бағым бұл атты республикалық онлайн өнер және шығармашылық байқауында гимназиямыздың оқушылары қатысып, үздік өнер көрсетті. Жетекшісі музыка пәнінің мұғалімі Сармұрзаев Алмас. Алматы қаласы білім басқармасының қолдауымен өткен Алтын қазына көркем және сәндік қолданбалы өнер балалар шығармашылығының қалалық көрме байқауына жалпы саны 500 оқушы қатысып, оның ішінде 7-ші сынып оқушысы Жармағамбетова Жания 3-ші орын иегері атанды. Жетекшісі технология пәнінің мұғалімі Ақмарал Құдайбергенова. Математика пәнінен 10-шы сынып оқушылар арасында қалалық алтын түлек олимпиадасына гимназия оқушысы Аққазина Гаухар 3-ші орын иегері атанды. Жетекшісі математика пәнінің мұғалімі Серіков Нұрлыбек. Алматы қаласы білім басқармасы оқушылар сарайының ұйымдастыруымен Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай өлең сөздің патшасы сөз сарасы атты халықаралық онлайн сайысқа мектебіміздің бірнеше оқушылар қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Атап айтсақ, Гайнидинова Гүзела 2-ші орын иеленді. 3-ші орын иегерлері Төлен Тамириш және Сейітқалық Жібек. Арнайы дипломдармен Оразбаев Ғабит, Буранбаева Тамирис және Әуелхан Әлішер марапатталды. Оқушыларға бағыт-бағдар берген қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдері Бәкенова Гүлмира, Жұрынова Гаухар, Тәжбай Маржан және Сапарғали Сая арнайы алғыс хаттармен марапатталды. Сонымен қатар басқа да түрлі байқаулар мен жарыстарға гимназия оқушылары белсене қатысты. Барша жүлдегерлерді құттықтай отырып, алдағы уақытта үлкен жетістіктерге жететіндеріңізге сенім білдіремін. Тағы бір үлкен жетістіктеріміздің бірі педагогтердің шығармашылық әлеуметін көтеру және кәсіби құзыреттілігін дамыту мақсатында алғаш рет өткізілген байқауда Алматы қаласының әкімі Бақытжан Әбдірұлының арнайы грант тағайындау конкурсының жеңімпазы ретінде тарих пәнінің мұғалімі Абдыкалов Елдар марапатталды. Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік даму жолында білім беру жүйесінің дамытуға және білім беру сапасын арттыруға қосқан үлесі үшін гимназиямыздың химия пәнінің мұғалімі Тұрымбаева Елмира Махмутовна Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды. Дәл осындай білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен орыс тілі пәнінің мұғалімі Топаева Айнагүл Дәлелқызына тапсырылды. Алматы қаласы кәсіподақ ұйымының ұйымдастыруымен Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай Абай әлемі қалалық байқауында гимназиямыздың қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Исатай Алмас Медетұлы 1-ші орын иеленді. Оқушыларды қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруда оқу пәнінен тірек конспектілерді әзірлеуге белсене атсалысқан үшін Алматы қаласы білім басқармасының алғыс хатымен Топаева Айнагүл Дәлелқызы марапатталды. Алматы қаласы білім басқармасының ұйымдастыруымен өткізілген ең үздік кітапханашы қалалық байқауында мектеп кітапханашысы Еламашева Олжан Сейделханқызы 1-ші орынды иеленді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ел үміті бастамасы аясында елбасы медалі жобасында қола медальмен әлеуметтік педагог Сейдәжим Жансұлу және бастауыш пәнінің мұғалімі Шәкірбаева Бекзада марапатталды. Сонымен қатар қашықтықтан оқыту кезеңінде оқушыларымыздың уақытын тиімді өткізу мақсатында мектепшілік арнайы жобалар ұйымдастырылды. Атап айтсақ, ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай ұйымдастырылған жазылар естеліктері мен туралы атты мектепшілік онлайн видео байқауында гимназияның оқушылары белсене қатысып, байқау қорытындысы бойынша бас жүлдені 7-ші сынып оқушылары 1-ші орын, 1-ші сынып оқушылары 2-ші орын, 3-ші сынып оқушылары 3-ші орын және 4-ші, 5-ші, 8-ші сынып оқушылары мадақтамамен марапатталды.
Оқушыларымыздың зерттеу шеберлігін, жаңашылдығын, креативтілігін қалыптастыру мақсатында мектепшілік ғылыми жоба байқауы өткізілді. Байқауға 97 оқушы қатысып, 47 оқушы 2 кезеңге іріктеліп, қорытынды бойынша 16 оқушы марапатталды. Бас жүлдеге демеушілеріміз арқылы 100 000 теңгедей қаржылай сыйақы тағайындалып, 11 сынып оқушысы Орынбасарова Амина жеңіп алды, жетекшісі Нүсіпова Ақмарал және бірінші орынды Нұргелді қызы Аяжан жеңіп алды, жетекшісі Күнебаев Айбек. Және де барлық қатысқан оқушыларға және жүлделі орын алған оқушыларға бағалы сыйлықтармен марапатталды. Қымбатты оқушылар, жаңа өмірге қадам басқалы отырған түлектер, мен сіздерге бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, сіздерге бәсекеге қабілетті білім, шығармашыл ой өріс, өмірлік серіктестеріңіз болсын дегім келеді. Алған білімдеріңізбен барлық күш-жігерлеріңізді тәуелсіз еліміздің игілігін арттыруға, одан әрі нығайтуға жұмсайды деп сенім білдіремін. Мектептегі алғашқы жылдарын сәтті аяқтап, 1-ші сыныптан 2-ші сыныпқа қадам басқан жас бүлдіршіндер және барлық мектеп оқушыларына жазғы демалыстарыңызды жақсы өткізіп, күш жинап, жайдарлы көңіл күймен жаңа оқу жылына қайта қауышуға тілектеспін. Біз сіздерге әрдайым мықты денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Аман, саулықта жүздесейік.